Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Құдағаш ауылдық кітапханасы ерліктің, еркіндіктің туы болған ұлы қолбасшы Абылай ханның 310 жылдығына орай бейнепрезентация ұсынады. Ұлы даланың ұлы перзенті Абылай хан 1711 жылы Түркістан билеушісі Уәли сұлтанның шаңырағында дүниеге келген. Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Абылайдың шын аты Әбілмансұр, кейін қазақ халқына хан болып Абылай атанған. Әбілмансұр Ақтабан шұбыранды жылдарында жетім қалып, Үйсін Төле бидің қолына келеді. Аш жалаңаштықтан жүдеген өңіне, өсіп кеткен шашына қарап Төле би оған Сабалақ деп ат қойып, түйесін бақтырады. Әбілмансұр 20 жасында қан майданда ерлігімен танылған. Үлкен әкесінің аруағын шақырып жауға Абылай деп шапқан Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң орта жүздің сұлтаны деп танылып, қазақ даласындағы ең беделді әміршілердің біріне айналады. Бұдан соңғы жерде Әбілмансұр есімі ұмытылып, Абылай атанады. Абылайдың әскери қайраткерлігі, қолбасылық қабілеті 1730-40 жылдардағы сұрапыл соғыс шайқастарында ерекше көрінеді. Ол соғысқа Абылайдың қанды көйлек жолдастары Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ ұлы Жәнібек, Қарақалпақ Қылышбек, Шапырашты Наурызбай тағы басқа қазақтың белгілі батырлары тізе қоса қатысады. Бұл да Абылайдың жауға қарсы қазақ халқының басын біріктіре білгендігінің дәлелі болып табылады. Абылай ханның қазаққа алғаш хан болған жері Көкшетау. Өзі өлгенше, өмірі қартайғанша тұрағы Көкшетауда болған. Ол сөзде Арыстан ақынның өлеңінде бар. Қылады мекершіде байлар сауда, топ бұзар батыр жігіт қалың жауда. Сұрасан Абылайда туған жерін, хан болды 48 жыл Көкшетауда.